Қарбыз ағзаны тазартып жасарта алатын бірден-бір дәрумен. Қарбыздың құрамындағы дәрумендер мен қышқылдар, каротин мен басқа да пайдалы элементтері адам ағзасындағы зат алмасу үрдісін жақсартып, оның тазаруына септігін тигізеді. Әсіресе ағзадағы қышқыл мен зиянды қалдықтарды жинайтын өт пен бүйректің тазаруына көп әсер етеді. Одан бөлек, терінің жасаруына да, асқазан мен ішектің лас нәрселерден арылуына да пайдасы зор. Мәселен, дененің жарақаттанған жеріне қарбыздың жұмсағын жақса, тез жазылады әрі жасарып шыға келеді. Ал қарбыздың дәнегінде жасартуға көмектесетін Е дәрумені мен жасартатын қышқыл көп болғандықтан, тері мен беттегі әжімнің тарылуына, оның жоғалуына, ағарып, қара дақтардың кетуіне пайдасын тигізеді. Тағы бір айта кететін нәрсе, қарбыздың диабетпен ауыратын адамдар үшін жұғымды тамақ бола алатындығы. Қарбыздың қантты жеңіл қорытылатындықтан қант ауруына шалдыққандарға зиянын тигізбейді. Құнарлылығы аз болғандықтан диета ұстап жүргендер үшін де таптырмас тағам. Сондай-ақ қарбыздың қабықшасы да пайдалы екен. Кепкен қарбыздың қабықшасын іскен жерге не сырқырап ауыратын жерге басса, ауру басылады. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Қарбыз дәні ағзаны шлактан тазалайды. Қарбыз дәні 35% ақуыздан тұрады. Оның бұлшықеттері нығайтатын әрі холестерин деңгейін төмендететін қасиеті бар. Қарбызды жаз айларында сүйіп жемейтін жан жоқ шығар. Оның әсіресе қып-қызыл боп піскен түрі өте тәтті болады. Көбінесе қарбыздың етті жерін жеп, дәндерін тастап жатамыз. Алайда енді бұлай істеуге асықпаңыз. Себебі оның құрамы марганец, натрий, темір, мыс, кальций, жез, фосфор секілді пайдалы элементтер мен қышқылдарға бай екен. Сондай-ақ қарбыз дәнінде бұлшықеттерге өте пайдалы ақуыз бар. Ол дәннің 35%-ын құрайды. Егер қарбыз дәнін үнемі жейтін болсаңыз, қант мөлшерін реттеп, қандағы холестеринді айдайды. Бұдан бөлек, несеп шығару жолдары аурулары мен бүйректегі тасқа жағымды әсер етеді. Ағзаны тазартып, семіздіктен арылғыңыз келсе, қарбыз диетасын ұстап көріңіз. Ол үшін сізге 5 күн бойы қалаған мөлшерде тек қарбыз жеуге тура келеді. Сұйықтықтан су мен көк шай іше аласыз. Сонда 5 күнде 7-8 келі салмақ тастауға қол жеткізуге болады. Сапалы өнімді таңдау үшін нені ескерген жөн? Алдымен қарбыздың жіпшесіне көңіл бөліңіз. Жіпшесі жасылдау болса, дұрыс піспеген, қураған сарғыш түсті болса, піскендігін көрсетеді. Қарбыздың сырты жылтыр, жолақтары қанық жасыл және ақшыл. Қабығы езілмеген, зақымданбаған болуы тиіс. Егер қарбызда сарғыш дақ көп болса, күн түспей жерде жатқанын білдіреді. Күн сәулесі мен жылудың жетіспеуінен қарбыз дәмсіз болуы мүмкін. Піскен қарбызды қолмен ұрғанда қатан тұйық дыбыс шығуы керек. Жемістің сыртқы жолақтары ашық түсті және қабығы жылтыр болғаны дұрыс. Қарбыздың сыртын тырнақпен тесіп көріңіз. Тесілмесе сапалы болғаны. Қарбыз өзіне сыртқы ортадағы саңырауқұлақ сияқты қауіпті заттарды тез сіңіреді. Сондықтан сатылған орнына мән беріңіз. Ағзаңызды зақымдаудан сақтап, сапалы өнім таңдаңыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.